Армысыздар. Осыдан 15 жылдан астам уақыт бұрын мектеп бағдарламасына енгізілген өзін-өзі тану пәні бүгінде балабақшада да оқытылуда. Өйткені мектепке дейінгі шақ бала бойына рухани адамгершіліктің негізін қалайтын кез. Бүгінгі бағдарлама аясында біз кішкентай бүлдіршіндердің отбасы туралы түсініктерінің қалай қалыптасып жатқанына куә боламыз. Бүгінгі бағдарламаның басты кейіпкерлері Алматы облысы Талғар қаласының нөмір 7-ші Әйгөлек балабақшасының ересектер тобының бүлдіршіндері. Балалардың отбасы туралы түсініктерін кеңейту үшін үлкендерге деген құрмет сезімдерін тәрбиелеу мақсатында бүгін мына балдырғандарға менің отбасым атты тәрбие сағаты өткізілді. Ашық сабақ шаттық шеңберімен бүлдіршіндердің бір-біріне деген жылы лебіздерін айтудан басталды. Ал балалар, бүгін өзін-өзі тану сабағынан біз ең бірінші шаттық шеңберін құрамыз. Балалар, бүгін сендерді көргеніме қуаныштымын. Қанекей, бәріміз бір-бірімізге тілегімізді айтайық. Нұржан, сен батырсың. Рахмет. Жандарбек, сен батырсың. Рахмет. Абзал, сен күштісің. Ярасыл, сен күштісің. Айзере, сен әдемісің. Рахмет. Ерасыл, сен жақсы доссың. Рахмет. Мади, сен ақылды баласың. Жарайсыңдар балалар. Бәріміз бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айттық. Енді осы жақсы көңіл күйімізбен сабағымызды орнымызға отырып жалғастырайық. Ал енді балалар, бәріміз көзімізді жұмайықшы. Көзімізді жұмамыз. Өздеріңнің отбасыларыңды, үйлеріңді, жанұяларыңызды көз алдымызға елестетіңіз. Үйіміз қандай әдемі, бөлмеміз жинақы, таза, бөлмедегі әр нәрсе орнымызда тұр. Бәріміз Асқартаудай анамыз, мейірімді әжеміз, ағамыз, ініміз, қарындасымыз, бәріміз бізге мейірлене қарайды. Балалар, біз жаңа тыныштық сәтінде көзімізді жұмғанда көз алдымызда кімдерді елестеттік? Мамамды, папамды, ағамды, тәтемді, әжемді, атамды. Мен асақтың басында ата-анаммен чай іштім. Мен саябақта әкеммен бірге жүргенді елестеттім. Ал балалар, қараймыз. Тақтадан біз кімдерді көріп тұрмыз? Әкемізді, баламызды, әжемізді. Жарайсыңдар балалар. Біз отбасы мүшелеріне әкемізді, атамызды, әжемізді, апамызды, інімізді, қарындасымызды, сіңілімізді жатқызады екенбіз, Ал келесі суретте не көріп тұрмыз? Баласын, анасын. Қыздар кімдерге көмектеседі балалар? Анасы, сендер аналарға көмектесесіңдер ма? Қыздар аналарына қалай көмектеседі? Мен мамама үй жинап көмектесем. Мен ыдыс жуып көмектесем. Мен қонақта келгенде қонақтарға қарсы аламын. Мен анама дастархан жаюға көмектесемін. Ал енді ұлдар, біз қалай көмектесеміз? Мен деген үйімде төсегімді жинаймын. Анама көмектесем. Үйімді жақсылап тап-таза қыламын. Мен әкеме машина жууға көмектесем. Мен әкеме ауланы жинастыруға көмектесем. Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы, яғни ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері туып өскен жанұясында қалыптасады. Өйткені өмірді енді ғана тани бастаған бүлдіршін үшін отбасы баста ақпарат көзі. Жанұяда қалыптасқан қарым-қатынастар моделі арқылы бала өзін және қоршаған дүниені танып біледі. Сондықтан баланың санасына жағымды өнегелер мен мінез-құлық нормаларын ерте кезден қалыптастыра бастаса, қанатын енді ғана жайып келе жатқан балапан да мейірімді, қамқор, сезімтал, ізетті болып өседі, дейді мамандар. Ал балалар, біз анамызға, әкемізге жақсылап көмектеседі екенбіз, Сендердің көмектессеңдер, ата-аналарың сендерге риза болады екен, сендерге рахмет деп айтады екен, Ал қане, олай болса, атамызға, әжемізге арнаған тақпақтарымыз бар ма? Кім тақпақ жаттады? Ал Ерасыл айта ғой. Мені жақсы көреді, күнде келеді, көп ертегі біледі, маған айтып береді. Абзал айта ғой.
Anam күнім жүрегім, әкем өмір тірегім. Сен бақытты болғансың, саған бәрі қуансын. Мен гүлдермен доспын, теке оны зұлмаймын. Той күні бір-бірден анамызға сыйлаймыз. Жарайсыңдар балалар. Біз отбасымыз байланысты біз санамақта білеміз, е? Бір үйде біз нешеуміз, кеп санайық екеуміз. Бас бармағым атам, үйдің данасы. Бала үйрек әжем, ошақ анасы. Отан тиек әкем, отау анасы. Сол дұршымен анам санаға жарым. Кішкентай бөбегімнен отбасының бағары. Бір үйде біз нешеуміз, бір үйіміз ешеуміз. Ал балалар, бәріміз дәптерімізді ашып, суретімізді саламыз. Мына суреттен нені көріп тұрмыз балалар? Үйді көріп тұрмыз, е? Бұл өзіміздің үйіміз екен, е? Осы үйге өзіміздің отбасымыздың суреттерімізді саламыз. Шығармашылық тапсырма әр баланың бойында бар қабілеттерді дамыту үшін қажет. Өйткені өзін-өзі тану пәнінде бүлдіршіннің терең ойлап, еркін сөйлеуі аса маңызды. Мен осы балабақшада өзін-өзі тану сабағынан білім беріп келемін. Бұл жерде өзін-өзі тану сабағында балалар өзін жеке тұлға ретінде сезінеді. Және де бұл сабақта басқа сабақтар сияқты емес, математиканы да, көркем әдебиетті де, дене шынықтыруды да, музыка сабақтарында кірістіріп өткіземіз. Бұл жерде балалар өз ойларын еркін жеткізеді, өз бір-бірлерімен еркін әңгімелеседі, еркін сөйлеседі. Жалпы бұл сабақтың пайдасы көп, өйткені балалардың зейінін, ойлау қабілетін, есте сақтау қабілеттерін дамытады. Бұл рухани адамгершілікке, бір-бірін сыйлауға, үлкендерді сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелейді. Қандай әдемі салып жатсыңдар, я? Медина, сен болдың ба салып? Кімдерді салдың? Мамамды, өзімді, бөпемді, апайымды, атамды, папамды салдым. Біз татты-татты тұрамыз. Өте жақсы. Сен кімге көмектесесің үйде? Мамама. Мамаңа көмектесесің, е? Жарайсыңдар. Жандарбек, сен кімді салдың? Өзімді, атамды, мамамды, папамды, ағамды, әжемді. Сендер үйде не істейсіңдер? Мамамызға көмектесемін. Әкеме көмектесемін машинасына буға. Сендерге ақыл кім айтады үйде? Атамыз айтады. Ал Айзере, сен кімді салдың? Әжемді, әкемді. Әжеңнің аты кім? Әжемнің аты Сания. Әжеңе көмектесесің ба сен? Үйді жинауға. Мен анамды салдым, атамды салдым, әкемді салдым, сосын қарындасымды. Мади, қарындасыңа қалай көмектесесің? Мен қарындасыма көмектесемін, ойыншықтармен бөлісіп ойнаймын. Мен отбасымды өте жақсы көремін. Ал балалар, біз отбасымызды, атамызды, әжемізді өте жақсы салдыңдар, я, суреттерімізді. Енді бәріміз бойымызды серпітіп алайық. Жарайсыңдар. Ал балалар, бүгін біз отбасы жайында әңгімелестік. Отбасымызда анамыздың, әкеміздің, әжеміздің суреттерімізді салдық, тақпақтарымызды айттық. Біз отбасында тату-тәтті өмір сүреміз. Біз отбасында сыйластық. Бір-бірімізге мейірлене қарауымыз керек екен. Бір-бірімізді жақсы көруіміз керек екен. Апамызды жақсы көруіміз керек, әкемізді жақсы көруіміз керек. Және біз үлкен кісілер өтіп бара жатқанда не істейміз? Алдынан амандасамыз, дұрыс айтасыздар. Үлкен кісілерге біз сіз деп сөйлесуіміз керек. Сәлеметсіз бе, сенсіз бе, қалыңыз қалай деп сөйлесуіміз керек екен. Біз сол кезде ол кісілер бізге не істейді? Бақытты бол деп, рахмет деп не айтады? Бата тілектерін айтады екен. Сендердің болашақта тәртіпті, ақылды, үлкен азаматша болуларыңа мен үлкен сенімім мол. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген дана сөз бар халқымызда.
Қазірден бастап жақсылық пен тәлім тәрбие көріп өскен бүлдіршіндердің болашақта мейірімді, қамқор, санасы терең ұрпаққа айналар сөзсіз. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.